Саламатсыздар ма? Бүгінгі арнамыздағы тақырып инклюзивті оқыту жағдайында қазақ тілін оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты халыққа жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау мен көмек көрсету мәселесіне арнайы тоқталғаны белгілі. Атап көрсетсек, мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге тиіс. Бұл өзіміздің және қоғам алдындағы біздің парызымыз. Бүкіл әлем осымен айналысады деген болатын. Бүгінгі өтіп жатқан вебинарымыздың мақсаты инклюзивті білім беру, білім алудағы барлығының, соның ішінде ерекше қажеттілігі бар балалардың қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында жалпы білім беруді дамытуға арналған мемлекет саясаты екендігі туралы түсінік беру, инклюзиялық сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқыту әдістерімен таныстыру. Тәжірибені біздің елімізде оқыту 2000 жылы мүмкіндігі шектеулі балаларға базарлық білім беруге көмек Қазақстан Республикасының үкіметі және ЮНЕСКО-мен бірігіп Сатыр орталығымен пилотты жоба жүзеге асыру барысында басталды. Осы жобаның арқасында инклюзивті білім беру түсінігі орнықты. Инклюзивті білім беру саласының мұғалімдерінің алдында 3 түрлі міндет қойылады. Баланың мектепке дайындығын анықтау, тәрбиесіндегі кемістігін жою, сабақты жүйелі жоспарлау. Мұғалім алдымен баланың даму ерекшелігін анықтайтын тесттер арқылы ойының, қиялының, зейінінің тұрақтылығын анықтап алу керек. Ол үшін дөңгелек қию, лабиринт, танграмм, көру әдісі, есту әдісі тәрізді тесттерді қолданып, баланың шама-шарқын анықтап алады. Сабақ барысында баланың тіл мүкісін, қолының буындарының қимылын, саусақтарының моторикасын дамытуға ерекше көңіл бөліп отыру қажет. Педагогтар өз қызметінің объектісіне әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық мінездеме беріп, танып, білумен зерттеу әдістерін меңгерулері керек. Дидактикалық ойындар арқылы мүмкіндігі шектеулі балалардың ойлау қабілетін дамытуға болады. Танграмм сөзі Қытай тілінен аударғанда пинь-инь, сөзбе-сөз, шеберліктің 7 тақтайшасы, ой-жұмбақ дегенді білдіреді. Ол 7 жазық пішіннен тұрады. Оны белгілі бір әдіс бойынша бүктеу арқылы әлде қайда күрделі пішін, адам, жануар кейпін бейнелейтін үй тұрмысы заты, әріп немесе сан және тағы сол сияқты дүниелерді алу үшін қолданады. Барабан мазмұны: езу тартамыз, аузымызды ашамыз, анықтап қайта-қайта д деп айтамыз. Дыбысты айту барысында тіл жоғарғы тістерге жабысып тұрады. Аузымызды жаппаймыз. Осы жаттығуды орындау барысында көп бала аузын жауып қалады. Осы жағдай болмау үшін тіспен 2-1 сантиметрлік таяқшаны немесе осыған ұқсас затты сызғышты тістеп тұру керек. Осы жаттығуларды жасау барысында баланың тілін дамытуға болатынын көреміз. Әр оқушыға арналған жеке даму бағдарламасы олардың өзіндік дарындылығын ашып, өмірдегі өз орнын, өз мамандығын табуға көп көмек болар еді. Мұғалім сабақты жоспарлау барысында инклюзивті баланың өзге балалардан кем білім алмауына әрекет жасап, дұрыс әдістерді таңдай білуі керек. Инклюзивті оқыту даму мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы жеңілдетілген оқыту жүйесі екенін ұмытпайық. Қазақ тілі пәнін оқытуда инклюзивті білім алушыларға қандай әдіс-тәсілдерді қолданған жөн? Табиғаттың мүмкіндігі шектеулі деп есептемейік. Адамның өнері арқылы бұл мүмкіндіктің шектеусіз сипатқа ие болуы ықтимал. Жалпы білім беретін мектепте сау балалар мен мүмкіндігі шектеулі балалардың бірлесіп интеграциялы түрде оқуын ұйымдастыру консилиум арқылы әзірленеді. Консилиумға мектептің пән мұғалімдері, педагог-дефектологтар, психологтар қатысады. Жеке бағдарлама есту, сөйлеу, көру, қозғалу мүшелері мен интеллектісінде ақаулықтары бар оқушылардың танымдық мүмкіндігіне бейімдетіледі.
Инклюзивті білім беру жағдайындағы жалпы білім беретін мектептерде білім беру процесін ұйымдастыру типтік және қолданыстағы оқу жоспарына сәйкес жүргізілуі жылдық күнтізбелік оқу жоспары және сабақ кестесі арқылы регламенттелуі тиіс. Бұл ұсыныстар мүмкіндігі шектеулі бар балалар оқитын бастауыш сынып мұғалімдері мен пән мұғалімдеріне оқу бағдарламаларын әрбір жеке жағдайда байланысты оқушылардың білім жөніндегі талап тілегіне бейімделуді жүктейді. Білім беру бағдарламалары мектептің педагогикалық және әдістемелік кеңестерінде бекітілуі керек. Инклюзивті білім беру жағдайында сынып жетекшілерінің рөлі де артып күрделене түседі. Мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арнаулы қолдау көрсету, шәкірттердің оқу процесі аясында жұмысты ұйымдастыруына көмектесу, оңды қарым-қатынастар негізінде балалар ұжымын қалыптастырып дамыту, ата-аналармен тығыз ынтымақтастық орнату мәселелерін реттеу. Инклюзивті оқыту даму мүмкіндігі шектеулі балалардың қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатында жеңілдетілген оқыту жүйесі түзету сыныптарда балалардың ата-аналары мектептерге ПМПК-ның ұсыныс бойынша жеңілдетілген бағдарлама бойынша оқытуға толық құқылы. Жалпы білім беретін мектептер, балабақшалар ПМПК-ның қорытындысы бойынша көрсетілген баланың деңгейіне қарай жеңіл бағдарламамен білім беруге, тәрбиешілер мен мұғалім инклюзивті білім беруге дайын болғаны жөн. Есте сақтау қажет. Педагог сабақты әзірлеу барысында оқыту мен дамыту арасындағы арақатынасты анықтау қажет және дәстүрлі оқыту мен түзетулер міндетін шешуге тиімді әдісінен аса мәнді тәсілдерді таба білу. Сапалы жеке оқытудағы жаңа әдістерді әзірлеу. Түзету сыныптарындағы балалардың оқу таным әрекетін ұйымдастыру және оны іске асыру әдістері оқу таным әрекетіне түрткі, мотивация жасау, әсер ету әдістері. Оқу таным әрекеттерін топтарда жұмыс істеу арқылы дамыту. Сөздік, көрнекілік және практикалық әдістерді қолдану, сахналық қойылымдар қою, жағдаят тудыру, олар қабылдау мен есте сақтауға, өмірге жақын дүниені қабылдауға негізделеді. Атауын тап әдісі. Қаламсап, қоңырау, кітап. Берілген суреттер бойынша балалар атауын табуы қажет. Ойын технологиясын қолдану түзету сыныптарында өзіндік нәтижесін береді. Өздігінен орындау, мұғалімнің басшылығымен орындау әдістері қиялға, ерікке, ерекшеліктеріне негізделеді. Балалардың қызығу мүддесін туғызу, зейінін жинақтау және оқуда борыш, жауапкершілік туғызу әдістеріне топтық ойындар, суреттерді сөйлету, ертегі кейіпкерлерін қонаққа шақыру стратегиялары сәтті өтеді. Тізбектер ойыны. Оқушылар тізбектеле тұрады. Мұғалім не бір оқушы тақырыпқа қатысты бір сөз айтады, келесі тұрған оқушы оны жалғастырады. Яғни тақырыпқа қатысты сөз айтады. Осылайша жалғаса береді. Кезегінде айталмаған оқушы шығып кетеді. Екінші түрі, қол ұстасып тұрған оқушыларының бірі тақырып бойынша бір сөз айтады, не сұрақ қояды. Екінші оқушы оның мағынасын түсіндіреді, не екенін айтады. Келесісі сұрақ, сосын жауап деп жалғаса береді. Ауызша тексеру, жазбаша тексеру, оқу техникасын тексеру, көру диктанттары, сөздікті жұппен жұмыс арқылы тексеру әдістері енеді. Әріптік диктант әдісі. Естілу бойынша жазу, берілген әріптің бас әрпін жазу, кіші әрпін жазу, дауыстыны жазу, дауыссызды жазу, қоятын әрпі, жоғын тауып жазу. Ғалым, жеміс, ғарышкер, шырша, сағат, жасыл, торғай, тоғыз. Ғ дыбысы бар сөздердің астын сыз. Түзету сыныптарында пайдаланатын тиімді жол оның тіке байланысқа негізделіп, адам мен адамның тікелей қарым-қатынасы арқылы тілді үйретуді жүзеге асыруында. Тілді оқытуда үйренуші мен үйретушінің арасында бір-бірімен көзбе-көз кездесу, ауызба-ауыз тілдесу, яғни тікелей қатынас болмаса, сөйлесім әрекеті де іске аспайды.
Түзету сыныптарында пайдаланылатын тиімді жол оның тіке байланысқа негізделіп, адам мен адамның тікелей қарым-қатынасы арқылы тілді үйретуді жүзеге асыруында. Тілді оқытуды үйренуші мен үйретушінің арасында бір-бірімен көзбе-көз кездесу, ауызба-ауыз тілдесу, яғни тікелей қатынас болмаса, сөйлесім әрекеті де іске аспайды. Үш таяқша әдісі. Берілген тақырыпқа байланысты бір сұрақ, бір жауап, бір ой айтылады. Есте сақтау қажет. Тілді үйретуге байланысты қандай да бір бағыт-бағдарды таңдап алу керек. Оған қатысты орындалатын жұмыстар мен тапсырмалар қандай, оны іске асыруда бұл жұмыс түрлерінің алатын орны мен қызметі қандай дегенді анықтап белгілемей, алға қойған мақсатқа жету мүмкін емес. Түзету сыныптарында отан, туған облысымыздың, қаламыздың көрнекі жері, тарихы, атаулы оқиғаларын білгізудің мәні зор. Себебі өмірмен байланысты тақырыптарға қызығушылықтары бар. 3, 4, 7 сыныптарды аймақтық компоненттерді Қазақстан, менің қалам, менің көшем, менің отбасым, дүкенде, стадионда, дәрігерде, жыл мезгілдері тағы сол сияқты тақырыптарды оқығанда әбден қолдануға болады. Галереяны шарлау әдісі. Саймон Браунхейл бойынша талқыланған мәселе дайындалған постер бойынша қорытынды жұмыс немесе өнімді ұсыну арқылы өз жұмысын ұсыну, идеяларын қорғау, ерекше идеялар ұсыну. Карта әдісі. Қазақ тілі сабағында карта әдісін пайдалану өте тиімді. Аймақты компоненттерді сабақта қолдануда қандай шаралар арқылы жүзеге асыруға болады? Тақырыпты қандай жұмыс түрлері арқылы ашуға болады? Диалог, викторина, карточкамен жұмыс, сурет бойынша жұмыс, инсценировка, экскурсия. Оқушылардың шығармашылық жұмыстары негізгі тақырыптар бойынша сурет салу. Менің отбасым, азық-түліктер, менің мектебім. Интеграцияланған сабақтар, дене шынықтыру ұлттық ойындар, музыка ұлттық аспаптар. Мысалы, сан есім тақырыбында мына сілтемені пайдаланып, музыка пәнінің мұғалімімен бірлесіп, оқушыларға санамақ әнін шырқатуға болады. Сабақта тілдік қатынас 3 түрлі жолмен немесе қалыппен іске асады. Жұптық, топтық, ұжымдық. Жеке, жұптық, топтық және мұғалім. Түзету сыныптарында шаттық шеңбер құру арқылы психологиялық хал-ахуал туғызудың да аса маңызы зор. Сыныпта балалардың ерекшеліктерін ескере отырып, сергіту сәттерін дұрыс ұйымдастыра білуде сабақтың нәтижелі өтуіне себебін тигізеді. Қазақ тілін оқыту барысында бұл әдістердің қайсысының да қай кезде тиімді екенін мұғалімнің өзі айқындап алып, таңдап алады. Білім беру әр адамның құқығы. Білім беруде еркіндік, демократия және тұрақты даму принциптері құрылады. Барлығына білім беруден басқа ешқандай маңызды басқа миссия жоқ. Мүмкіндігі шектеулі балалардан болашақта қолдарынан іс келетін саналы азаматтар мен азаматшалар шықпасына кім кепіл? Мүмкіндігі шектеулі жандардың қозғалыс мүмкіндігі шектелгенімен жан дүние кеңістігі аясының тарылып күйзеліске ұшырауына жол бермеу белгілі бір ұйымдардың міндеті ғана емес, қоршаған ортаның, қалың бұқараның басты парызы. Соңғы уақытта елімізде атқарылып жатқан істер инклюзивті білім беру жүйесінің қалануына негіз болары анық. Жас нәрестенің дені сау болса, отбасына зор қуаныш пен бақыт әкеледі. Елімізде өркениетті қоғам құру үшін тәрбиелі, дені сау азаматтар мен азаматшалар тәрбиелеу қажет. Құрметті ұстаздар, бүгінгі вебинарымыз осымен аяқталды. Барлық берілген мәліметтер сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Егер де сіздерге қызық болып, ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымызға жазылып, болашақта достарыңызбен бөлісуге болады. Алдағы уақытта көптеген вебинарлар салуға тырысамыз. Сау саламатта болыңыздар.